Assalamu alaikum azizler. Қарақалпақ тілі бұл менің ана тілім. Қарақалпақ тілінің тіл билігі қабыл етілгеніне 33 жыл болып жатыр екен. Мен осы ұлы сәнеменен сіздердің бәршеңізді шын жүрегімнен құтлықлап қаламан. Һәм қарақалпақ тілінде сап қалында һәм таза сөйлеуіңізге шақырып қаламан. Мәртебең бәлент болсын, ана тілім. Мен әзір сіздерге Кегелі районындағы 3-ші салалы орта білім беру мектебінің оқушысы Қанат Қадырхановтың "Кешір бізді ана тілім" қосығынан айтып беремен. Кешір бізді ана тілім. Не дәртіңе жараппыз, әділі тіл мәртебем деп, ұзақласып баратпыз. Тіл ұшында айтамыз тек, қарақалпағым бай тілім деп, өзге сөзге құлақ тұрып, жүрміз өзгеше шөлдіріп. Мәркәз дейміз орай сөзін, тілді таза сақламақ жоқ, намзат атап талабанды, жүрміз баслық депутат боп, окейлесіп телефондан. Қай бағдарға баратырмыз, қарақалпақ дая азелден, ұсындай ма жаратылыс, остановка пешеходта. Жөттік ба які тілімізді, бармақ бүгіп санасам көп, барлық жаргөн сөзіңізді, оқымаймыз күнде кітап. Тіл байлығы жоқтың қасы, хатты кітапханамызды, библиотека дейміз расы. Сап қарақалпақша сөйлеп тұрсақ, кім біздерге тосық болар? Біз қай тілде сөйлер болсақ, ертең сол тіл мирас қалар. Хатты өзім арасында. Өзге тілде сөйлеген мен, өкінішлісі қарақалпақша, чисти сөйлеп көрмеген мен. Мәртебелі тілім дейміз. Тек байрамда төртлік айтып, өзге тілде емес тәсілеп, өз тіліңді тұр байтып, ақпарат маскан тағы басқа. Сөз болды қос қанатымыз, басқа қара қалпақ киіп, басқа болып баратымыз.